ең басында 16 бас әкелгенбіз ботасымен. Бір жыл енді асау түйелерді әкелгенбіз. Бір үйірден түйе сатып алған қиын екен. Адамдар көбісі үйірмен сатпайды екен, бір-бірден сатады. Сондықтан біз іздедік, үйірмен сата алатын кісіні, сондай хозяйствоны іздегенбіз. Бір кісіні тауып алып, содан бір үйір түйе алғанбыз, 16 бас саналық ботасымен. Асау түйелер не жақтан, Ақтөбе облысы, Шалқар жақтан. Асау түйелер, сауымды білмейтін түйелер болды. Үйге әкелгеннен кейін өзіміз үйреттік сауымға. Өзімді үйрендім сауымға. Жұмыскерлерді үйреттім, түйені де үйреттік. Неше түрлі әдісін көрдік. Сол мынау асау негізі асау түйелер, қазір сауымды түйелер болып кетті. Енді жаңа жылқыларды көрдіңіз ғой. Шүйірді сауып отырмыз. Жазды күні 60-70 басқа дейін биелерді сауамыз. Негізі менің мақсатым түйені де солай бір 60-70 түйе жыл сайын сауға. Қазір түйенің саны 80 бас. 80 бас. Биыл 20 бас боталаған. Алла жазса келесі жылы енді көреміз, Алла береді.